Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді әрі оп-оңай печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ заттарын дайындаймыз. 140 грамм ұнға 1 чайный ложка разрыхлитель және де 60 грамм какаоны қосып араластырып аламыз. Екі жұмыртқаға 150 грамм қант және 60 грамм сұйық майды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға құрғақ заттарды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысқақ болып шығады, сондықтан оны холодильникке 5-10 минутқа қалдырамыз. Сонан соң дәл видеодағыдай оны домалақтап, сахарный пудраға аунатып, табаға орнатып шығамыз. Қызып тұрған пешті 200 градусқа қойып 20-25 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Міне біздің печеньямыз тез арада өте жұмсақ әрі дәмді болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.